Ah
тамаша ұстайын. Қазақ айтады, жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек, жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек дейді. Осы мынау біздің Жаңарқамыздың ұлттық спортын дамытып жүрген менің ағам Хасенов Ғазиз ағамның бір топ жора жолдас достары, бауырлары міне келіп отыр екен. Ендеше мінекей осы бүгінгі тойға арнайы шақыртумен келген, бүгінде керемет ақ тілегін арнап келген, осы өмірде жақсы өнерде сыйласып жүрген Ғазиз ағамның бір топ жора жолдастары асабаның алаңына ақ тілекке келіңіздер. Болсын. Розана анамыз оңын болсын. Алла Тағала екінен бақыт нәсіп етсін сізге. Бағана үлкендердің бәрі тектелі қабыл болсын. Отбасыларыңыз тек қана жақсылыққа нәсіп етсін. Ағатай екеуміз бір жаста қайтайындар, 100 жасаңыздар, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Немерелердің шөберелердің қызықтарын қызықтап жүре беріңіздер. Тек қана қуаныштар қызықта осы отбасыларыңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым, құрметті ағайын бауырлар. Бүгін міне анамыздың әдемі үлкен тойына куә болып отырдық. Балалардың өзі тілек бағыт айтып жатады ғой, баланың қызығын көріңдер деп. Міне анамыз балалардың қызығын көріп жатыр деп ойлап жатыр. Міне әдемі той болып жатыр. Бұл қызықтың ішіне және балалардың өсіп өніп, ұлды ұяға міне қызды қияға қондырып жатқан анамыздың тойына. Енді бұл қызыққа жаңа айтып отырмын ғой, балалардың дәрежесі де кіреді деп. Міне өздеріңіз білетіндей Ғазиз әрі бауырым, әрі досым. Міне өзі қазір Көкпар Федерациясының президенті. Міне ұлдары да, қыздарым да айтып жатыр. Міне өзіміздің әпкелі қарындастарымыз осы жақта кәсіпкер. Және міне Алтын Төрені бәріңіз танисыздар. Қазір Қаражал қаласында әкімшілікте жұмыс істеп жатыр. Өте білікті маман иесі. Осылай балалардың қызығына тоймаңыздар тәте. Өсіп өне беріңіздер. Өбірлі шүбірлі үлкен орда отбасы болуыңызды Алла нәсіп етсін. Енді қызықтың бәрін немере мен шөберелерден көріңіз. Тек қана қызықта мол дастарханда ойнап күліп жүре беріңіздер. Аман болыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Армен жалғасыңыздар. Ақтен таңдап қойыңыздар. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Бүгін мұның керемет тойдың куәсі отырмыз. Әте туғаныңыз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз, қартаймаңыз. Балалардың қызығын көріп жүре беріңіз. Бүгінгі тойдың өтіп жатқанда балаларыңыздың жаңа айтып отыр ғой, мәртебесі, еңбегі, балалардың еңбегі ақтала берсін. Тек жақсылық болсын, той-той қаласын. Тамаша керемет. Жақсылап арнап қойыңыздар. Айтылдыма барлығы, мінекей енді ағылар қауымға тілектеріңіз қабыл болсын, мұратарыңыз асыл болсын мінекей. Әрдайым осы қорадан құлагер құшақтан мұрагерлер шыға берсін. Сіздердің де шаңырақтан даусындай думан той көп болсын, рұқсат болса ортаға бір тамаша естелікке фотоға түсіп алсаңыздар кәдімгідей. Көңілді күйде ет дастарханның батасын төрде отырған құдалардан жақсылап бір баталайық. Төрде отырған Мұрат атамыздан Яқсаға айтқан дейсіз. Ода да бір сағатта үзіліс антракта асабамен музыканы жасайды Запыровкамен. Жақсылап атырханды кекке жайып, көңілді күйде билеп тойлаңыздар ағайын. Ода да антракта. I
Жиылсаң қайда сенің өзімді ұстадым әлі ішімнен тіледім үнсіз бітпесе екен деп әуен иығымда қолдарың сенің қолымда нәзік менің қанекей фотоға сүрші бақытты сәтімді менің иығымда қолдарың сенің қолымда нәзік менің қанекей фотоға түсіп бақытты сәтімді менің жолықтым жүзі жарқын жамағатпен алағайын тағы да қолдау көрсек бойыңды нұрландырып махаббатпен екінші шай дастарханымызды бастайық жұмабайдай әкеме дейтін құрмет қошемет шапалақпен деп бастайықшы. Ай тамаша керемет мінекей адасудың ел жұрты тасқа тамыр біткенше таршылық көрмеңіздер, мұзға бидай өнгенше мұңшылық көрмеңіздер, жұлдызда жарық біткенше жоқшылық көрмеңіздер. Жалпы мына бүгінгі тойдан ешқандай да бір кемшілік көрмеңіздер. Байғұс қана қызғанар байдыласын. Мына бүгінде асқалтау әкелерін қой қылғасын, қос қолды бір біріне сай қылғасын, қайсар қазақ несіне қаймығасын. Мына бүгінде 60 жасқа толып жатқан анам үшін шапалақпен бастайық шайдың басы. Ай тамаша керемет. Егінде жалда керемет тойшыл қауым екінші шай дастарханының алғашқы керемет әуезді әні өздеріңіздің ерке қыздарыңыз Қайрат Байбосыновтың шәкірті алдарыңызда Алмагүлдей қыздарыңызды бір керемет әнмен қарсы алыңыздар. Бәрімізді тойда тойларыңыз болсын, баршаңыз ортақ қалайсыздар жауаптыңыздар.
қошеметтеп қойыңыздар кәнекей ағайын. Айдамаша. Ал енді азаттармен тойшылғау, арымен қарай ақ тілегін кезегін, осы әулеттің бір топ туысқандары, орынды бөлек өмірде туысқаным, ең жақын күн солармен ұғысқаным, қиын сәтте сен үшін жігерленіп, туысқандай қолына туыстар кім. Бұл жандарсыз қараңғы күнің анық, туыс деген ерекше ұлы халық, отбасында қуаныш бола қалса, жетіп келер үйіңе гүлін алып. Сыйластықпен әркімнің қалар аты, тек сол ғана жалғанның қаламаты, туысқанмен тату бол деген бір сөз әкеміздің мәңгілік аманаты деп, міне бүгінде осы әулеттің бір топ туысқандар қауымы, менің Асқатау әкем, Жұмабай әкемнің бір топ бауырлары, інілері, Ғалымжан ағам бастаған барлық бауырлары асабаның алаңына ақ тілекке келіңіздер мінекей, көңілді күйде. Туысқандар қауымы қош келдіңіздер. Жақсылап мінекей, екінші шайды сырғаның басын өздеріңіз бастап беріңіздер. Тамаша ақ тілекпен, керемет бейілмен жақсылап ақ тілекті армаңыздар мінекей. Армысыздар, бүгінгі қуанышты тойымызды бөлісіп келген барша жұрт. Асыл жеңгем, ақ жеңгем, айым жеңгем, мерейлі жасың нұрлы болсын жеңгем. Ортамызда еркеленіп, мәпеленіп, аман есен жүрсі жаным, әппақ жеңгем. Осы әппақ жеңгем біздің үйге келін болып түскенде мен 4-ші сыныпта едім. Міне содан бері бір талай жылдың жүзі болды. Енді бағанада біраз тілектер айтылып жатыр, сонда да бізді қосты. Бәріміз де осы үйде бағылып, есейіп, осы үйден жетілдік. Енді біздің, менің, Нұржанның, Ғалымжанның, енді бәріміздің балалық шағымыз осы көкем мен Розаның көз алдында өтті десем болады. Енді Розаның бір сөзі бар, әлі күнге дейін көкейімнен кетпейді. Осыдан 3 жыл бұрын тәтеміз қайтыс болған кезде маған кетіп бара жатқанда айтқан еді: Рымжан, үйге келіп тұршы, тәтем саған не береді, не беріп жүрді, мен де саған соны беріп тұрам, тоқа үйге келіп тұршы деді. Міне сол сөзі менің әлі күнге дейін жүрегімде. Сол үшін Розкам, айналайын, осы бүгінгі той 1000 еселенген сенің менің тәтемнің алдындағы, өзіңнің енеңнің алдындағы бүкіл еңбегің 1000 еселеніп қайтарылып жатыр. Және де мен осы үйдегі Әсемге көп рахмет айтам. Әсем сол Розаның жолын мен жүріп, көкеммен Розаны алданып, кішкентай немерелермен үйде отыр. Әсемжан, айналайын, көп рахмет саған. Сенің де келіндерің өзіңе осындай 1000 еселеніп қайтарсың осы барлық істеріңді. Осы үйге тек қана қуанышқа жиналайық. Рахмет сіздерге. Тамаша керемет. Армаңдар жалғастырыңыздар ақ тілекті. Ал құрметті қауым, тойға келгендеріңізге көптен көп рахмет. Ал енді Роза жеңгем, туған күнің құтты болсын, денің сау болып, басың аман болсын. Мынау енді балапандарыңның жасап беріп жатқан сыйы ғой. Денің сау болып, дастарханың мол болсын, әрқашанда жақсылық, қуаныш болсын. Құрметті тойшыл қауым, бүгінгі керемет Ақсарайда, керемет тойда, әппақ дастарханымызға келгендеріңізге көптен көп рахмет. Ал енді көке, Роза, біздің ақ жеңгеміз. Ақ жеңге десе де осы сөзге барлық жақсылық, барлық ақ дегеннің бәрі жақсы ғой. Сондай біздің әппақ жеңгеміз Роза, туған күні құтты болсын. 100-ге келіп, көке екеуің бір жастықта қартайып, көзге көрінген бала-шағаларыңның қызығын көріп, әркез қуанышта жүре беріңдер. Біз сені қатты жақсы көреміз, қатты жақсы көреміз. Тәтем өзі Розаны ешқашан қасынан жібергісі келмейтін. Ұрсып отыратын Роза қонаққа кетсе. Неменеге барады осы деп. Сонда жақсы көріп отырғаны ғой Розаны, жібергісі келмейді, көзінің алдынан бір елі жібергісі келмейді сол. Соны бәріне Роза біздің көніп, күліп қана отыратын. Ешқашан Розаның қабақ шытқанын, тәтеме қабақ шытқанын көрген емеспін. Сондай Роза біздің әппақ жеңгем.
Осы өмірде қандай жақсылық бар, қандай қуаныш бар, тек соны сенің бойынан табылғанын қалаймыз, тілейміз осы тұрған барлық бауырлар. Тамаша керемет. Әрмен қарай жалғастыңыздар, ақтілік. Қадам қойыңыздар. Қаймен жұтқан ол таппады. Біздің бір немере шөбере көріңіз. Дастархан тек осылай жақсылық қана жайғай берсін. Өзіміз сізді қатты жақсы көреміз. Мен мамамды жақсы көретін сізді қатты. Сол осылай туысқан бәріміз басымыз қосыла берсін жақсылықпен. Денсаулықпен көкейдің тірліктерді үй жасаңыз. Сол. Құрметті қауым, бүгін Роза жеңгеміздің туған күні, жеңге деп айтуға болмайды. Келін болып түскенде 5 жаста ғой. Шешем ғой мен. Енді сізге тілейтін зор денсаулық, бар жастық. Көкең екеуің әдемі жасыңызсың. Тамаша. Тағы да бар ма? Ақтілектен айтыңыз. Сисепат табыстаймыз ба? Тамаша. Ал, жақсап сисепатын табыстап қойып. Осы жерде тұрғандарымыздың атынан ақша, деньги, доллары, қолымызға алтын жүзік. Тамаша керемет. Ал, жақсап бір естелікке суретке солайық. Неден төгілсін бұлағаным, сенің тәңірден сұрағаным, алдымда биіксің аласармас, өзіңсің тұғырлы ұл адамым. Қосқанат ақ сезіммен бүгінде қалықтасың, мендегі махаббаттан анық ой шалынбасын. Қошеметтеп қойыңыздар, мінекей. Тамаша керемет.
Жақсы көреміз сізді, гүлдей, керемет назыммен деп жатыр, тамаша. Той тамаша атамызды мінекей. Енді атақтарымен тойшыл қауым, жалпы мына бүгінгі қонаққа асығып келген қонақ бар, шаттанып келген қонақ бар, қуанып келген қонақ бар. Сіздердің сол барлық сәттеріңізді өздеріңіздің ұлдарыңыз, алтын төре ұлдарыңыз үнтаспаға, видеоға түсіріпті. Өздеріңізді мына телеэкраннан жақсап тамашалауға рұқсат беріңіздер. Енді мінекей бүгінгі тойға келген қонақтың керемет келген көңілдерін көрейік кәнекей. Жазгүлдің назын қайдан, неге жаным болмайын. Балғатай ағасы. Осы әулеттің күйеу балалары. Ай тамаша, алтын төренің осындай қысқа видеосына бір қошеметтік қойыңыздар ағайын. Бұның өзі еңбек, бұның өзі өнер ағайын. Ай тамаша, ал енді атақтарымен тойшыл қауым әрмен қарай ақ тілектің кезегін жалғастырайық. Жаңа мінекей Асқартау әкеміздің бауырлары тілек айтса, енді Роза анамның бауырлары Еркебұлан Жандос бастаған жастар буыны асабаның алаңына ақ тілекке келіңіздер. Роза анамның бауырлары келіңіздер. Көңілді күйде. Келіндері бар. Енді бір тамаша ақ тілекпен бізде бір шаттанып марқайып қойғыш кәнекей. Роза апамның талай жақсылығын айтып, жалпы ауылдың анасы деп жатыр қой, күні бойы сондай сөзді көп естіп жатсыздар. Жалпы сіздердің апаларыңыз өте тамаша, керемет адам ғой. Бір жақсы жүрек жарды ақ тілекті арнап қойыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Жезеке, апатай, мынандай дүбірлі тойларыңыз, мерейтойларыңыз құтты болсын. Қазақта мынандай сөз бар: жақсылық қылсаң өзіңе, жамандық қылсаң өзіңе деген. Мінекей, осындай жасаған жақсылықтарыңыз міне осы жасқа дейінгі көрдіңіздер міне. Ұрпақтарыңыз міне ұлағаттап тұрып, мерейін шығарып тұрып міне сюрприз деп жатыр, тосын сый деп жатыр міне. Барлығымыз да бір ерекше сезімде отырмыз. Толқып жаңа бала-шағаларыңызға да, ұлдарыңызға да айтып жатырмыз міне. Міне керемет әсер алып отырмыз. Міне осы бала-шағаларыңыздың көрінгендерін қызығын көріңіздер. Ғұмырлы болыңыздар. Міне аналарымыз да ғасырға жуық жасап кетті ғой міне. Сол кісілердің міне жолдарын берсін. Ұрпақтарыңызбен көркейе беріңіздер. Сондай немере сүйіп, шөбере сүйіп, бақытты ғұмыр кеше берулеріңізді тілейміз. Міне осындай алтын асықтай, міне ғазиздай, түгендей олды осы отырған меймандардың барлығының шаңырағына тілеймін. Міне салиқалы ұрпақ деген осы міне. Ата-ананы қадірлеп, мынау айтады ғой, анасы бар адамның дейді, алтыннан басында тәжі бар дейді. Ол тәжді тек қана сондай атасы мен анасы жоқ адамдар ғана көреді екен. Міне осындай ұрпақтарыңызға әлі де керексіздер. Міне Алланың берген ғұмырын жасап, қол ұстасып, бала-шағаларыңыздың қызығын көріп, немере шөбере сүйіп, ұзақта ғұмыр жасай беріңіздер. Біз сіздермен мақтанамыз. Тойларыңыз тағы да құтты болсын. Әрмен бір жалғастыңыздар ақ тілекті. Ал біздер абырай, бүгінгі жасап жатқан мерейлі тойларыңыз құтты болсын. Осы барша айтылып жатқан тілектердің барлығы періштенің құлағына шалынып, Аллахтың екі дүниенің бақытын нәсіп етіп,
осылай бала шағалардың қызық қуанышына тоймай, тек қана осындай ақ дастарханда қызық қуанышта кездесуді жазсын. Арменға жалғастырыңыздар. Өте туған күніңіз құтты болсын. Ағатай екеуіңіз бір жастыққа артайыңыздар, жүз жасаңыздар. Балаларыңыздың аттарыңыздан шатыспасаңыздар, немерелеріңіздің аттарынан шатысып өтетін заман жеткізсін. Биылдан қалмай төкеннің тойына келген болмасын. Әумин. Алла қаласа, осы Роза апамның бауырларының тілегі тамаша күшті екен. Ай, тамаша келмеді. Дүйсенге бала жоқ па? Жақсы, сіз айтыңыз онына. Ал Апатай көке, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Әр шаңырақ осындай қуаныш бола берсін. Ұл-қыздарыңыз аман болсын. Алдағы үлкендеріңіз аман болсын. Осылай көркейіп, өсіп, өніп жүре беріңіздер. Барлықтарыңызға бар жақсылықты тілеймін. Ауырмаңыздар, жүз жасаңыздар. Ай, тамаша келмеді. Ал, қалғанымыз осыған қосылсақ, рұқсат па? Бір тамаша естелікке суретке түсейік. Роза апамның, Роза анамның мінекей бауырлары тамаша сый сияпатымен шашуымен кеп жатыр мінекей. Микрофонға кішкене высокий бере салсын.
Осы әулеттің күйеу баласы Алтынбек досыма бір қошеметтік қойыңдар шыққан екен ағайын. Айғанбарда күйеу баласын сыйлаған дейді ғой. Әнсіз бұл өмірдің есі көктем, ән десе Қазекеңнің есі кеткен деп бір тамаша есті әндерден сіздерге шырқап берейік. Тыңдайтын құлақ бар ма? Жаңарқа Атасу. Тыңдайтын құлақ бар ма? Осы мына Алтынбек, осы мінекей осы тойдың төрінде тамаша қонағымыз, осына Алтын Дөренің ағасы келіп жатыр. Осынау Ғазиз бен Алтын Дөрені жақсылыққа баулып мінекей өзінің жақсылығын үйреткен, өзінің тамаша өнерін үйреткен 8 қырлы, бір сырлы жігіт ортаға Балғатай деген жігіт шақырайық кәдімгі. Балғатайға келіңізші ортаға, көңілді күйде. Маэстро, музыка бар ма? Бұлаған мінекей өзі аңшы, өзі сері мінекей, өзі жылқышы. Енді оның барлығын көзбен көрген адам жақсы білетті. Сондықтан мінекей Балғатай ағамнан да бір тамаша әуезді ән сұрайық. Арнайы бүгінгі әулеттің сұрауы бойынша сізден бір керемет ән шашу болсын мінекей.
тамаша. Балғатайдай бауырына бір қошеметтік қойыңдар ағайын кәнекей. Сіздің қуанышына қуанған әрбір жанның шаңырағын шаттық кернесін. Асыл ана, туған күніңіз құтты болсын. Ана разы болса, Алла разы болғаны. Әкем екеуіңіз ұл-қыздарыңыздың қызығын көріп, бала-шағаның бақытына бөлеңіздер. Алла тағала өмірлеріңізді берекелі қылып, 100 жылдық өмір берсін. Өлшеніп берген ғұмырда өлшеусіз бақыт нәсіп етсін. Бақыттарыңыз баянды, армандарыңыз аяулы болсын. Баршаңызға Алла жар болсын. Бір қошеметтер қойыңыздар. Әрменгер ақ тілекті қыздары жақсылатуға бастырайық. Айдана бар мүмкін, айдана кесейші. Армысыздар, құрметті жамағат. Бүгін міне біздің қуанышымызды бөлісіп келгендеріңізге сіздерге көптен көп рахмет. Бүгінгі міне анамыздың 60 жылдық мерейтойы осындай тосын сыймен өзіміз толқып басталғанға дейін өте бір толқынысты күйде болдық. Бәрі де жақсы болды деп ойлаймын. Әке ана сіздерге бар жақсылықты тілеймін. Өмір жастарыңыз ақ болсын. Әрдайым біздің осындай тілегіміз болып, тілекшіміз болып жүре беріңіздер. Енді осы алдағы уақытта тек осы балаларымыздың, немерелеріміздің қызығын көруге Алла нәсіп етсін сіздерге. Енді осы
балалардың атынан біз өзіміз әкеміз бен анамызға сыйлық дайындаған болатынбыз. Динараға берейік. Жақсы, табыстап қойыңыздар кәдеге. Құрметті туған туыс, құда жекжат, дос жаран, кластастар, осы тойға біздің қуанышымызды ортақтасып келгендеріңізге үлкен рахмет. Аллах Тағала барлықтарыңыздың отбасыңызға берекет берсін. Әр семьяда қуаныш болсын, жақсылық болсын, береке болсын. Ардақты әкем, аяулы анам, біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Аллах Тағала сізге екі дүние бақыт нәсіп етсін. Әрқашан жүздеріңізден күлкі кетпесін. Барлық айтқан тілектерге қосыламын. Бізде балалардың енді күйеу бала, келін деп бөлмей қойын, бәрімізде қазір осы үйдің ұлдары, қыздары болып кеттік қой. Адынан сыйлық бар. Әкемізге Норка шуба. Жанашыр болар, достарым да бар мына өмірде. Қуансам қасымда тұрар. Қошеметтер қойық, әкемізге арнап жатыр. Алмай балалары. Ата-анам бар, осында. Әрмен қарай. Анамызға бриллиант набор. Ой, тамаша, теңіздің түбінен акпеген бриллиант набор апамызға. Әрмен қарай жалғастырайық. Ата-анаңдың меккеге жаяу апарсаңда, оның ақшын ақтай алмайсың дейді ғой. Енді бұл біздің сіздерге деген құрметіміз, сыйластығымыз. Енді қандай да бір себептермен ренжіткен болсақ, сіздерден кешірім сұраймыз. Әрдайым сіздердің қуанышты, күлкілеріңізді, бақытты болып жүргендеріңізді әрқашанда қалаймыз. Енді бала-шағаның, мына немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің қызықтарын көре беріңіздер. Біз сіздерді жақсы көреміз. Аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Аман болыңыздар барлықтарыңыз. Рахмет. Тамаша, қошеметтер қойыңыздар. Енді бірге осы әулеттің керемет біздің жездеміз. Марат ағамыз сөйлесін шыққан. Жезелердің үлкені. Тамаша, ақ тілекті арнап қойыңыз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін міне жақсы, жаңарқаның төрінде жақсы той болып жатыр. Осы туған күн иесіне айтып жатқан тілектердің бәрі періштенің құлағына шалынсын. Туған күніңіз құтты болсын, 100 жасаңыз, ауырмаңыз. Сыйлығымызды жабуға рұқсат етіңіз. Көкеміздің ұлдан көрген алғаш немересі мінекей. Жақсы бол, ақ тілекті арнап қой. Ассалаумағалейкум, осы біздің қуанышымызға ортақ болып келіп отқан барша қауым, сіздерге көп-көп рахмет. Ата, әже, бүгінгі келіп жеткен мерейтойларыңыз құтты болсын. Денсаулықтарыңыз мықты, 100 жасап, дәуежемнің жасын берсін сіздерге. Сөйтіп біздің қасиеттің артынан келе жатқан барлық немерелеріңіздің қызықтарын көріп жүре беріңіздер. Атам екеуіңіз бірге бір жастыққа тартайын. Міне айтқан келесің, тамаша. Ал енді бірге осы бауырлардың әрмен қарай тілегін жалғастыратын алтын дүрі досыма бір тілек берейінші кәнеге ағайын. Ал құрметті ағайын, тойымызға келіп отқан қадамдарыңызға нұр бітсін. Бүкілдеріңізге жалпы ырзамыз. Осындай ешқандай айтылмай, осы қыстан бері жоспарлап келе жатқан тойымыздың. Енді не дейміз, бар жақсылық тілейміз сіздерге, осы елден айтып жатқан тілектерге қосыламыз. Бір 4 шумақ жыр жолым бар еді, оны айтып берейін. Әке сенің атыңды құрметтейміз, бізге сенші жаныңды мұңды етпейміз. Шүкір Алла, сеніңді бақ берген ғой, алаң болмай, тегіңді кірлетпейміз. Маңдайымнан әр аққан терің үшін, саған түген жырымның ең ірісін. Біз ғаламның жұлдызы болып кетсек те,
сен анамның сүйікті серігісің. Күмәнданып жүрсің-ау бекерге сен, мен арманға жетемін десем, өмір сүріп қайтейік, әке сенің мәртебеңді төбемізге көтермесек. Орның бар, алатын анық төрден, сол үшін биік тұрсын алып белден, әке сізге мәңгілік алғыс айтам. Осындай ана бізге тауып берген, әке сізге мәңгіге алғыс айтам. Осындай ана бізге тауып берген. Қошеметтеп қойыңыздар, алтын жолдарыңызға. Ой, тамаша. Көке осындай керемет жанды сіз мінекей тауып жатсыз. Жалпы мына бүгінгі балаларың емес, бүкіл ауыл болып алғыс айтып жатыр сізге. Осындай мінекей аяулы анамызды ауылдың кереметі қып мінекей осындай берекелі отбасы болып, әрдайым ынтыма бірліктеріңізден Алла айырмасын. Қазақ айтады, дүниеде кең байтақ дала жақсы, көп жылқының ішінде ала жақсы, ғұмырыңды әрі қарай жалғастырар, артындағы тұяғың балаң жақсы. Қыс келсе, көлді жабар мұзда жақсы, келдірген астың дәмін тұзда жақсы. Мына тіріде өрісіңізді кеңейтетін гүліңдей мәпелеген қызда жақсы дейді. Жақсы сөзді жаттасаң, хат болары ақиқат, ағайынды мақтасаң, жақ болары ақиқат. Жақсы тайды баптасаң, ат болары ақиқат. Осындай халықтан, елден бір жақсы ақ бата, ақ тілек алсаңыз, басыңызға батпандай болып, бақ құсығындары ақиқат дейді. Басыңызға батпайындай болып, батпандай болып, Розанам екеуміздің бастарыңызға бақ құсы қона берсін, отбасыларыңыз аман болсын деп бір қошеметтеп қойыңыздар ағайындар. Сіз болып, біз болып, бүгінгі ауылдың тойын, бүгінгі анамыздың тойын мінекей атқарып жатырмыз ағайын. Ендеше мінекей қазақ айтады, алтағы бірігіп әке болмас, жеті жеңген бірігіп шеше болмас дейді. Ендеше тойдың алаңына, асабаның алаңына бүгінгі тойдың иелері Жұмабай әкем мен Розанамды бүгінгі тойды бір қорытындыласын деп ортаға шақырайын. Келіңіздер, Асқарда әкеміз, Ақжауықта анамыз, келіңіздер мінекей. Маша нүктесін қояйық, той үйлерін тыңдайық, сәл-пәл тиышталып, осы той үйлерінің ақ тілегіне айтар алғысы, білдірер керемет ілтипаты, ізгі ниеті бар шығар. Жақсылап құлақ тұрып тыңдайық кәнекей. Ал, көке, микрофон өзіңізде. Жан жақтан, Орыстан, Астанадан, Жезқазғаннан, Қарағандыдан келіп жатқан, сол ауызға қарамай кеткен рахмет. Мына балаларымның тосысы жасап жатқанына көп рахмет айтамын. Осы қызық келгені әр отбасында бола берсін дейді.
Ай тамаша, ал, апа өзіңізде. Жақсы бір ілтипатыңызды арнап қойыңыз. Жүрегіңіз кең, дархан қазақтың даласындай тамаша керемет жансыз ғой. Сізді бір ақ тілегіңізді арнап қойыңыз. Ал енді мені құттықтап келіп жатқан ағайын туыс, бауыр, құрдас, құдағи, жекжаттар көптен көп рахмет сіздерге. Енді не деп айтамын? Балаларыма да көптен көп рахмет. Енді басында жадыра көбісін айтқанда мен жоқ, ондай деген болмайды деп сразу кесіп айтқан, ренжіп тұрып. Енді кейде бір естіп қалсам да, бірақ енді дәл осындай жасайды деп ойламадым. Не деймін енді? Енді мынандай қызметкер, енді сондай болмасақ та, енді мына балаларымыздың алдында былай үлкен не деуші әлгі сыйлы бізді қадірлегендеріне енді не деп айтамын, сөйлейді. Рахмет енді, жарайды. Болды енді осы бәрі. Балаларыма көптен көп рахмет, ағайын туыстағандардың бәріне. Қалымжанда бағана бірдеңе деп қалып еді, енді сонда да мен не дедің сен десем. Рахмет. Ай тамаша, той иелеріне бір қошеметтеп қойық, ардақтарым той жылғы. Жақсылап бір естелікке бір суреттесіп қойық екеуі. Көгі, апа кеңіз. Тойға осы ат салысып жүрген осы тамада бауырым Қуансайға алғыс айтқым келіп отыр. Және осы шашбауымды көтеріп келген Абзал ағам, Алмагүл және Әділбек өздерінің сый-сияпаттары бардың. Сосын берер жатамыз. Көп-көп рахмет сіздерге, барлықтарыңызға. Қуансай осылай жүргізгеніңе көп енді көрініп тұр. Жаңадан сценарий құрып, жаңадан істеп жатқанына сол үлкен рахмет саған. Ай тамаша, енді шалдақтарымен той жылғауым сіздерді осындай керемет зәулім сарайда күткен, өзінің Ақсарайдай олдасына төрге шығарған бүгінгі жаңарқамыздың керемет тойханасы Ақсарай мейрамғасына бір қошеметтеп қойыңыздар ағайын кәніге. Және де әуезі әнімен шырқаған жаңарқамыздың бұлбұл дүлдүл әншілері Абзал мен Алмагүлдей өнерпазымызға бір қошеметтеп қойыңыздар ағайын. Және де сіздердің осындай керемет сәттеріңізді үнтаспаға видеоға түсірген Әділбектің бір керемет фотограф, видеограф жігіттерге бір қошеметтеп қойыңыздар ағайын кәніге. Ай тамаша, алты қырға шырқасам әнім жеткен, той бөлісіп отырмыз бүгін көппен. Тойларыңыз ағайын құтты болсын, Жаңарқаның ауданын дүркіреткен. Тойламай ма? Дүбірлетіп тойларын тойламай ма? Жаратқаның ісіңді оңдамай ма? Мына бүгінде жақсы тілектер айтылғанда қабыл болсын деп көпшілік қолдамай ма? Өлең жырым дәл бүгін арындасын, тілегімді қалың ел қабыл алсын. 90 сөздің түйінін айтар болсам, мына халқым бастарыңыздан бақ құсы арылмасын. Ойланғаным қалмаңыздар ағайын тойдан бәрін, қонағына құшағын жайғандарын, Қуантайдай ұлдарың асаба болған кезде шапалақтай ма Жаңарқамен атасулықтары. Ай тамаша, енді жалдақты өлемет той жылғауым, сіз дейтін жерде сен деп қойсақ, аттарыңызды қате атап жатсақ, әкелік бейілмен, аналық мейіріммен біздерді кешіргейсіздер. Ендеше жер жотасыз болмайды, ел атасыз болмайды, бүгінгі тойымыздың аяғы батасыз болмайды деп төрде отырған Роза анамыздың ағасы Болат Ақсақалдан илләки әмин деп бір тамаша бата сұрайық. Халқымызды сақта, яғна елімізді данасымен сақта, сәбиді анасымен сақтай көр, азаматты санасымен сақтай көр. Дастарханның байлығын берсін, дейінің саулығын берсін, өліге иман, тірге береке берсін. Өмірлерің бар болсын, ұрпақтарың нар болсын. Отанымыз тыныш, жұртымыз аман болып, әр қазақтың отбасында осындай қызық думан бола берсін.
Әумин ақсақал, айтқаныңыз келсін. Ал тойшыл қауым сау саламатта болыңыздар. Біз қоштаспаймыз. Келесі тойда кездескенше аман сау болыңыздар. Құдай басымызда тек қана тойда болсын. Жаңарқаның төрінде, Атасудың елінде думан той көп болсын. Аман